Қайырлы күн, құрметті көрермен, 18 наурыз ұлттық киім күні. Осыған байланысты біз қалалық Оралхан Бөкей кітапханасына келіп қалдық. Дәл бүгін осы жерде Оюлар сөйлейді атты ерекше фестиваль өтіп жатыр. Ендеше бейне сюжеттен тамашалаңыздар. Оюлар сөйлейді фестивалі шығыстағы оң қолынан өнер тамған қолөнер шеберлерінің басын қосты. Қалың көпшілік назарына ұлттық киімдер, зергерлік бұйымдар, ыдыстар және сырмақтар сыратты көрме ұсынылды. Сонымен қатар ағаш өрнектеу өнерін меңгерген ұсталардың туындылары да жұртты бей-жай қалдырмады. Көрмеге келушілер фестиваль аясында ұлттық шапандар дефилесін тамашалады. Дефиле барысында 3D технологияда ұлттық киімдер үлгісі көрсетілді. Киім үлгілерін кітапхана оқырмандары әзірлеген екен. Шаһар тұрғындары мен қонақтары көрмеде қажырлы еңбекті талап ететін туындыларды ерекше бағалап сатып алып жатты. Жалпы жаңа өздеріңіз көрмеден көргендей, Жанана қоғамдық бірлестігінің тігін цехынан шыққан шапандардың дефилесі өтті. Ол жерде енді түрлі жастағыларға да келетін заманауи әдемі ою келіскен шапандар, жилеттер және сонымен қатар біздің қоғамдық бірлестігінің тігін шеберханасында үлкен-үлкен туындылар жасалады. Жаңа көргендеріңіздей кішкентай ғана қызымыз Тамилис ол шапанды үстіндегі жаңағы әдемі композицияны 3 күннің ішінде тігіп шығарды біздің тігіншіміз, және ол қызымыз Астана қаласына барып президенттің қолынан алғыс хат, марапат алып қайтты. Сондай үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Ондай киімдердің барлығы біздің көп балалы аналарымыздың қолынан шығады. Жалпы Жанана қоғамдық бірлестігінің өзінің мақсаты, мүддесі көп балалы аналарды, үйде отырған, бала тәрбиесінде отырған аналарды үйрету. 4 тігінші жұмысшы атқарады. Сосын біз қазіргі таңда жаңағы президентіміз айтып кеткендей, тек қана мейрам күндерде ғана емес, күнделікті осы қазағымыздың салт дәстүрін дәріптеу мақсатында балабақшалардағы балаларға, мектептің оқушыларына арнаулы жилеттер, тақиялармен бірге тігіліп жатыр. Мен оған өте қуаныштымын, себебі қазір қарасаңыз, мектепте балалар күнделікті мектеп формасының орнына қазақи нақыштағы жилеттерін киіп сабақ оқып жүр. Балабақшаларда да солай.